Балбармақ арнасының көрермендеріне сәлем. Бүгін біз сіздермен вафли әзірлейтін боламыз. Дәл осы құраммен әзірлейтін болсаңыздар, дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Ол үшін бізге 4 жұмыртқамызға 200 грамм шекер мен 2 грамм ванилинді салып, дәл видеодағыдай араластырып аламыз. Шамамен 1 минут араластырдым. Енді үстіне 120 грамм ерітілген сары май қосып, тағы да араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы 120 грамм сүтті қосып, араластырғыштың көмегімен осылай шайқап аламыз. Достар, Балбармақ арнасына тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыз. Енді үстіне 180 грамм ұнымыз бен шай қасықтың ұшымен ас содасын салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп, араластырған соң 5 минут тындырып қоямыз. Одан соң вафельницамызды қыздырып, екі жағын майлап, вафлилерімізді 2-3 минут пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай әдемі вафлилеріміз пайда болады.